Yawma tarul mu'minina wal mu'minati. Сол күні, ей пайғамбар, сен мүмин ерлер мен мүмин әйелдерді көресің. Қандай күйде Раббымыз? Яссыға нурухум, нұрлары жарқырап тұрады дейді. Нұр деген ойнап тұрады дейді. Жарқ еткен. Ол керек екен. Өйткені сират деген нәрсе қап-қараңғы нәрсе екен ол. Мынау тұман болған кезде, анау фара көмектеспей қалады ғой, баян білесіздер. Дальний, ближний деген нәрсе керек қияметте. Сол мағатағы нұрды сыйлайды екен мүмин ерлер мен мүмин әйелдерге. Ясыға нурухум бәйне әйдихим, алдыңғы жағына қарай жарқыраған дейді нұр. Ол жаққа дейін жарық қылады. Ва бияйманихим, оң жағында. Оң жолда болғандықтан, оң жағын айтып жатыр. Мұның бәрі жарық. Міне солар жарқырап тұрады дейді. Бушрокумул яума, бүгін сендерге беріледі айтылатын сүйінші жәннат деп айтылады екен. Жәннат сендерге сүйінші. Тәжри мин тахтихал анхару холидина фиха, астарынан өзендер ағып, мәңгі қаласындар сол жақта деген қуаныштар айтылып жатады. Қуаныш деген керемет мүминдерде. Бүкіл емтихан аяқталған, нұр жарқыраған, жылап та қуанып жатыр. Әртүрлі көріністер ана жерде мүминдерде. Бақыттың бақыты. Міне. Залика хуал фаузул азим дейді Алла Тағала. Міне ұлы жетістік, ұлы табыс деген нәрсе осындай болады дейді Алла Тағала. Енді яума яқулул мунафиқуна вал мунафиқату, сол күні мұнафық ерлер мен мұнафық әйелдер айтады дейді. Лиллазина аману, иман келтіргендерге ілесіп келе жатыр ғой. Оларға да Алла нұр беріп қойған екен. Нұр сымақ нәрсе. Жаңа ойнады ғой олар дүниеде, алдадық деп ойлады ғой. Сол ақыретте де сондай ойын жасап, жаңа бір жарықтар болған кезде өтіп кетіппіз ғой дейді екен. Сөйтіп келе жатады, жаңа жарық өшіп жатыр. Өшті, жоқ жарық. Иман келтіргендерге айтады екен. Унзуруна, бізге қарай бір қараңдаршы. Анау жарығы керек. Бір қараңдаршы біздерге қарай. Нақтабис мин нурикум. Нұрларынан пайдаланайықшы. Қилар жеғу, оларға айтылады дейді. Кері қайтыңдар, шамаларың келсе. Вараакум, артқа қарай, дүниелеріңе. Фәлтәмису нуран, со жақтан іздеңдер нұрды. Бұл күні енді кімге Алла нұр бермесе нұр жоқ. Фадуриба бәйнахум бисурин, сол кезде мүминдер мен жаңағы мұнафықтардың ортасына үлкен дуал кеп тұра қалады дейді бүйтіп. Бітті. Бұл дуалдың батинуху, мына ішкі жағы фихир рахма, мына жағы толған рахымдылық дейді. Жәннат. Мына жақ өтемейді болды, сыртта қалды. Зохируху мен қибалихил азаб, а мына сыртқы жағында азап күтіп тұр дейді оларды. Жаңағы дуал тарс етіп құлап жабылып қалған кезде жоқ, мүминдер бітті, жоқ. Сол кезде айтады екен, юнадунахум, дауыстап шақырады, мүмкін дуалдың артынан естіп, тағы бір сәттіліктер бола ма екен деп. Дауыстап оларды шақырады. Әлем накум маакум, біз сендермен бірге болмап па едік? Біз сендермен бірге болмап па едік? Қолу бәлә, мүминдердің дауысы естіледі екен. Жоқ, сен біздермен бірге болған жоқсыңдар. Валакиннакум фатантум анфусакум, сендер өздерің азғырып құрттыңдар. Өздерің алдап құрттыңдар. Ватараббастум, Мұхаммедтің басынан дәурен қашан кетеді деп күтуде едіңдер. Қараңыздар. Вартраптум, өмір бақи күмәнмен өттіңдер осы мәселеге қатысты. Вағарраткум уламанию, сондай-ақ тәубесіз үміттер сендерді әбден алдады. Хатта жаа әмрулла, Алланың мына әмірі келгенге дейін дейді. Осы сәт келгенге дейін. Вағарракум биллахил ғарур, сондай-ақ сендерді Аллах Тағалаға қатысты, Алла кешірімді, Алла мейірімді кешіре салады
бере салады, ештеңе етпейді деп, ана шайтан сендерді алдап құртты дейді. Қараңыздар. Содан мына жақтан Аллах Тағаланың үкімінің дауысы шығады. Фалияума ла юхазу минкум фидия. Бүгін сендерден ешқандай төлем алынбайды. Қараңыздар. Вала миналлазина кафару. Сондай-ақ ана кәпірлерден де ешқандай төлем алынбайды. Мауакумун нар. Сендердің орындарың тек тозақ. Хия маулакум. Сол тозақ сендерге ең лайықты орын деп. Қараса ауыр сөздер да. Ең лайықты орын болды. Ва би'сал масир. Қандай жаман орын қайтып баратын дейді. Осыдан кейін біздің жүрегімізге Аллах Тағала мынандай аятты баяндайды. Өте әдемі аят. Әлем яғни. Ей мұъмин құлдарым, әлі уақыт келген жоқ па сендерге? Ән тахша құлубухум ли зикрилла. Алланы еске алуға құлап жылайтын күнің келген жоқ па әлі? Жүрегің сілкініске келетін күн келмеді ма сендерге әлі? Қаншалаған аяттар айтылып жатыр. Жүректерің Аллаға қарай қорқатын күн жетпеді ме әлі? Қашанға дейін осы күйде боласыңдар? Алланы еске алуға қарай қашан ұмтыласыңдар? Сондай-ақ мына хақ деп аталатын Құранда түсірген аяттарға қарап, Раббым, мынау аятқа мен амал жасамадым ғой. Мынау күні мен туралы айтылған сияқты ғой, Раббым, деп қашан өзгеретіндер. Вала якуну каллазина утул китаба мин қаблу. Анау сендерден бұрынғы өткен Исраил ұрпақтары осы сендер секілді бастаған, кейін істеймін, кейін тәуба қылам, кейін жасайым, кейін өзгерем деп. Сөйтіп жүрген кезде сол кейіндері бүкіл ғұмырына созылып кетті дейді. Фатула алейхимул амаду. Үміт деген, тәубасыз үміт деген билеп алды дейді жүректерін. Сондай бір тыныштыққа еленді олар дейді. Фақусат құлубухум. Жүректері Алланы еске алуға байланысты қатайып кетті дейді. Қараңыздар. Вакасиру минхум фасиқун. Барлығын айтпайын, бірақ басым көпшілігі олардың бұйрықтан айни беретіндер дейді. Сосын Бақара сүресінде Аллах Тағала айтады: "Ва инна минал хижара", жүрегің тас болып кетсе де дейді бізге айтып отыр. "Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар", тастардың ішінде жарып бұлақ шығатын тастар бар дейді. Жүректерді сипаттап отыр да. Қараңыз, өзіңді өзің сөккілесең, жүрегіңді жарып шығатын, сондай жарып шығатындай әсерлер бар дейді. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. Сондай бір тастар бар, жарылады да ішінен су шығатын дейді. Жақсы айтып отыр ғой, жаңағы өзгеріс сезімін айтып отыр. وإن منها, сондай-ақ мынандай тастар да бар дейді. لا يهبط من خشية الله, Алладан қорқып құлап қалатын. وما الله بغافل عما تعملون. Алла әсте бейқам емес сендердің не істеп жатқандарың жайлы. Егер де маған қарай жол іздесеңдер дейді Алла Тағала, ана тасты сындырам дейді. Сондай жүректі берем саған дейді. Тек сен Раббыңа қарай қайтатын күйің рас болсыншы дейді. Сол растық арқылы мен сені алып шығам дейді.